Қатерлі ісік әлем бойынша ең көп адам көз жұматын дерттер қатарына жатады. Ғалымдардың пайымдауы бойынша жеке адамның қандай да бір тамақты өте көп мөлшерде тұтынуы белгілі бір ісік формаларын шалдығуының мүмкіншілігін кәдімгідей арттырады. Өміріңіздің қызықты шақтарын қатерлі ісікпен арпалысып өткізбес үшін алдын алған әлдеқайда тиімді. Алдымен қатерлі ісікке шалдығу мүмкіншіліктерін арттыратын тағам түрлерін толығырақ қарайық. Қызыл және өңделген ет. Өңделген етке тұздалып, бұқтырылып, не басқа да тәсілдер арқылы сақталу мерзімін ұзарту үшін жасалған еттер жатады. Айта кетерлігі, бұл тәсілдер арасына мұздату жатпайды. Мысалға салями, бекон, шұжық және тағы басқалары. 2012 жылғы зерттеуде аталған екі ет түрімен ұйқы безі ісігінің байланысы қарастырылған болатын. Күніне бар жоғы 50 грамм ғана өңделген ет қолдану, бұл дегеніміз бір қуырылған сосиска немесе 4 жапырақ бекон айтарлықтай ұйқы безінің ісігін арттырады. Нәтижесінде өңделген ет ерлерге әсер етпейді, ал әйелдерде шалдығу мүмкіндігін арттырады деген және қызыл ет ерлерде ұйқы без ісігінің дамуын арттырады деген екі қорытынды жасалған болатын. Және тағы бір мақалада өңделген етті көп мөлшерде тұтынатын адамдардың мүлдем қолданбайтын адамдарға қарағанда тоқ-ішек ісігіне шалдығу мүмкіншілігі 20-50%-ға артатынын көрсеткен еді. Қант пен рафинерленген көмірсулар. Қант көп адамға түсінікті шығар, алайда рафинерленген көмірсулармен біраз мәселе болуы мүмкін. Рафинерленген көмірсуларға жататындары: тәттілер, ақ нан, ақ күріш, ұн өнімдері, тәтті кремдер, газдалған тәтті сусындар. Осы тақырыпқа тікелей қатысы бар 3 зерттеуге назар аударайық. Бірінші, Италиядағы зерттеуде қандағы глюкозаның көп мөлшері жоғарғы ауа ащы-жолдарының ісігіне шалдығу мүмкіншілігін арттырады деген қорытынды жасаған болатын. Жоғарғы ауа ащы-жолдарының мүшелеріне мұрын қуысы, ауыз қуысы, таңдай жұтқыншақ көмей жатады. Екінші, Австралиядағы зерттеуде гликемиялық жүктемесі жоғары тағамдарды қолдану әйелдерде жатыр ісігінің дамуын ұлғайтады деген тұжырымға келген. Гликемиялық жүктеме қандай да бір тамақты тұтынғаннан кейін қандағы глюкоза мөлшерін қаншалықты арттыратындығын көрсететін индекс. Суретте кеңінен қолданылатын тағам түрлерінің гликемиялық индексі мен жүктемесі. Үшінші, гликемиялық жүктемесі жоғары тамақты тұтыну сүт бездерінің ісігін дамуын жылдамдататынын нақтылаған. Қуырылған ас. Барбекюрлеу, гриль, қуыру, бройлерлеу және тағы да басқа тәсілдермен ас дайындағанда гетероциклді аминдер пайда болады. Жапониядағы зерттеуде бұл аминдер әртүрлі жануарларда бауыр, тоқ-ішек ісіктерін тудырған. Етті қуырғаннан гөрі суға қайнату, бұқтыру сияқты әдістер пайдалырақ болып табылады. Сүт өнімдері. ақш-тағы 2005 жылғы зерттеу сүт өнімдерін жиі пайдалану қуық-асты безінің ісігіне шалдығу мүмкіндігін арттыратын жарияланған болатын. Осы зерттеудің жалғасы ретінде екінші бір зерттеуде 4000 қуық-асты безінің ісігіне шалдыққан ер адамдарға жасаған болатын. Зерттеу барысында таза сүтті көбірек тұтынған науқастарда аурудың тез дамуы мен өлім байқалған. Теориялар бойынша мұның себебі сүтте кездесетін кальцийдің, сиыр сүтіндегі эстроген гормонының және бірінші инсулин тәжді өсу факторының әсері. Енді қатерлі ісікке шалдығу мүмкіншілігін айтарлықтай төмендететін ас түрлерін қарастырайық. Брокколи, сүт безі, қуық-асты безі, тоқ-ішек ісігіне қарсы; сәбіз, асқазан, қуық-асты безі, өкпе ісігіне; бұршақ тұқымдастар, тоқ-ішек ісігіне; жидектер, тоқ-ішек, ауыз қуысы, өңеш ісігіне; даршын барлық ісіктердің таралуы мен үлкеюін алдын алады; жаңғақтар, тоқ-ішек, ұйқы безінің, жатыр сүт безінің ісігіне; зәйтүн майы, сүт безі, ас қорыту мүшелерінің ісігіне; куркума, тоқ-ішек, бас пен мойын, өкпе, қуық-асты безі, сүт безі ісігіне; цитрусты жемістер, ас қорыту мүшелері мен тыныс алу жолдарының жоғарғы мүшелері ісігіне; зығыр, тоқ-ішек, қуық-асты мен сүт безі ісігіне; қызанақ, қуық-асты безі ісігіне; сарымсақ, асқазан, қуық-асты безі, тоқ-ішек ісігіне; майлы балықтар, ас қорыту мүшелері, тоқ-ішек ісігіне қарсы. Есіңізде болсын, ауру астан. Сөз болған мақалалар мен сілтемелерін дескрипшнға қалдырдым, оқи аласыз.